Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді пельменнің рецептімен бөліспекшімін. Рецепті соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз ситодан өткізіп алған ұнымызды алып, арасына жұмыртқа қосамыз. Тұз қосамыз. Және қатты ыстық емес, қайнап тұрған су емес, кішкене ыстық су құямыз. Жартысын құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Ең алдымен шанышқымен араластырып аламыз, содан кейін тестамызды қолымызбен араластыратын боламыз. Кішкене май құямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шықты және қолға жабыспайтындай. Енді біз бұны салфанға салып, бір 10-15 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Оған дейін біз ішіне салатын начинкамызды дайындаймыз. Енді ішіне салатын фаршымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған фарш керек болады. Мен кәдімгідей етті алып, ішіне қойдың майын салып, фарш жасадым. Блендердан өткіздім және блендердан бір пияз өткіздім. Енді екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, егер қаласаңыздар неше түрлі приправалар, универсальный приправалар болады, сондай қоссаңыздар болады. Және қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Мен оны екі бөлікке бөліп алдым. Енді біреуін демалдырып қоямыз дағыны, біреуімен жұқа етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Мен оны осылай жұқа етіп жайып алдым. Енді кішкентай 4 бұрышты кубиктерге кесіп шығамыз.
Мен пельмендерімдің барлығын түйіп жатырмын. Осылай барлығын түйіп шығамыз. Біздің пельменіміз дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Өте әдемі болып шықты. Қазір енді дайындап пісіретін боламыз. Артылып қалған пельмендерді сіздер морозилкаға салып қойсаңыздар да болады. Өте ыңғайлы. Дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Гүлназ. Баршаңызға рахмет.